Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осыдан 5 жыл бұрын өзімнің жасаған роботымды көрсеткім келіп отыр. Әрине, бастапқыда менде ой болды. 4 бірдей микросхемалардың барлығын біріктіріп, робот жасап шығарамын деген өзімнің бір арманым болатын. Бірақ өкінішке орай, ол микросхемалардың барлығын мен таба алмадым. Тек қана жарамсыз болып қалған ойыншықтағы микросхеманың барлығын шашып алдымдағы ағаштан робот жасап, сол ағаштан жасалған роботқа микросхемалардың барлығын жалғадым. Және бұл роботты жасауға маған аз уақыт кетпеді, яғни біраз уақыт алып десем де болады. Себебі олардың барлығын жалғап жасау деген ол өте күрделі нәрсе негізі. Дегенмен де осы роботты жасап шығарған болатынмын. Қазір сіздерге көрсететін видеоның сапасы кішкене нашарлау. Дегенмен де өзімнің жасаған дүниемді сіздермен бөліскім келіп отыр. Сондықтан алдымен осы видеоға назар аударсаңыздар. Сәлем достар. Бұл жерде, енді көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде электрлік робот. Жалпы роботтың жасалу тәртібі ол өте күрделі. Яғни арнайы кейбір мысалға сатылатын ойыншықтар бар. Солардың толықтай дерлік мен микросхемаларын шашып алдымдағы, оны қайта құрауды жөн көрдім. Яғни мен бұл жерде кезіндегі қазақ батырларының бейнесін жасап шығару. Яғни олар бұл жерде робототехника, пәнаралық байланыс мен физикамен байланыстырғым келді. Яғни мен сіздерге айтайын дегенім, бұл жерде робот түгелдей дерлік жүреді. Мен сіздерге қазір оны да көрсете аламын. Енді қараңыздар. Енді бұған біз сағаттың батарейкасын пайдалануымызға болады. Яғни 4 батарейка кетеді оған. Және де осы зарядкалар дейміз, сотовый телефонның зарядкалары. Оларды да біз пайдалануымызға болады толықтай дерлік. Енді қараңыздар. Енді бұл қалай жұмыс жасайды? Енді мұқият қараңыздар. Толықтай дерлік ол жабдықталған. Сондықтан бұл емін-еркін түрде жүре алады. Өздеріңіз видеоны көрдіңіздер. Жалпылама бұл роботтың жасалу технологиясы өте күрделі. Дегенмен де осы роботты жасап шығарған болатынмын. Мен жалпылама бала кезден осы робот жасау технологиясына қатты қызығамын. Әсіресе мысалға YouTube арнасында мен көрші мемлекеттердегі, әсіресе дамыған мемлекеттердегі жасалып жатқан роботтарға қарап отырамындағы шынымен де қызығамын десем де болады.
Сондықтан өзімнің бала кездегі бір қызығушылығымды жүзеге асырғым келді. Осы бір мақсатта мен осы роботты жасап шығарған болатынмын. Және де мен бұл жасаған роботпен тоқталып қалмаймын. Мен болашақта міндетті түрде кәдімгідей үлкен роботтар жасап шығаратын боламын. Және де сол арманыма жету үшін қолымнан келгенше тырысамын. Және де әрбір қазақ баласы осы қазір кезде әрине компьютер заманы ғой, сондықтан технологияны мықты меңгерсе екен деп ойлаймын. Еліміз дамыса екен деп ойлаймын. Сондықтан кішігірім болса да осындай роботпен мен өзімнің үлесімді қосқым келді. Және де осы мақсатта мен сіздерге осы видеоны түсірген болатын. Сіздерге айтарым, YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, лайктарыңызды аямаңыздар, және де комментарий жазып қойыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз арқылы мен өзімнің көптеген видеоларымды сіздермен бөлісетін боламын. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.